Сәлеметсіздер ме, құрметтілер, қалдарыңыз қалай? Информатикадан ұбт-ға дайындыққа арналған курсымызды бастаймыз. Бүгін бірінші тараудың бірінші тақырыбын сіздермен өтеміз. Бірінші тарауымыз компьютер құрылғылары, яғни конфигурациясы деп аталады. Бұл тараудың ішіне аппараттық жасақтама, программалық жасақтама, компьютер жады кіреді. Дәл осы тақырыпта компьютер дегеніміз не, қандай бөліктерге бөлінеді деген сияқты ең оңай ұғымдардан бастаймыз. Бұлардың барлығы ұбт-да сұрақ болып келеді ме? Иә, міндетті түрде. Мен айтатын әрбір нәрсе ұбт-да міндетті түрде сұрақ болып келеді. Сондықтан басынан бастап дұрыс толық меңгеру қажет. Барлықтарыңызға сәттілік. Кіріспе, компьютердің конфигурациясы дегеніміз не? Компьютердің техникалық және бағдарламалық құрамдас бөліктерінің жиынтығын біз айтады екенбіз компьютердің конфигурациясы деп. Мен сіздерге дәл осылай кітапта қалай жазылғанын да айтамын, оны қарапайым тілде де түсіндіріп отырамын. Компьютердің конфигурациясы дегеніміз, түсінікті тілмен айтатын болсақ, менің компьютерімде орналасқан жабдықтардың сипаттамасы. Мысалы, біз айтамыз ғой, ой, мынаның компьютер керемет екен, ішінде мынандай видеокарта тұр екен, оның процессоры мынандай екен деп біз айтатын сипаттаманы компьютердің конфигурациясы деп айтамыз. Негізінде конфигурацияны көп қолдана бермейді айтишниктер, көбіне характеристика деп айтады. Алған компьютерінің характеристикасы қандай? Ой, ол жерде өте керемет видеокарта тұр, материнский плата, аналық тақшасы мынандай тұр деп біз айтамыз. Соны айтады екен компьютердің конфигурациясы деп. Жалпы компьютер деген екі бөліктен тұрады. Осы жерден бастап біз IT-ді толық түсініп алуымыз керек. Ол қандай екі бөлік? Программалық жасақтама деген бөлігі бар, және аппараттық жасақтама. Мына жерде ақпараттық емес, шатастырып алмаңыздар. Аппараттық жасақтама, 2П. Оны hardware деп айтады, программалық жасақтаманы software деп айтады. Бұны да мен сіздерге қарапайым тілде түсіндірейін. Мысалы, менің телефонымның өзі бұл iPhone. Бұның ішінде Apple-дың өзінің процессоры тұр. Бұл жерде экраны өте күшті, керемет. Бұл жердегі камера мынанша пиксель деген сияқты өзінің сипаттамасы бар. Ол аппараттық жасақтамасына жатады, яғни железасы. Фотоаппарат деп айтамыз ғой, фотоаппарат. Фотоаппараттың өзін, құрылғының өзін айтамыз біз. Ол аппараттық жасақтама. Ал енді бұның ішіндегі тұрған WhatsApp, Instagram, Eduser деген приложениелерім, ол менің программалық жасақтамам болады екен. Сіздер ертең айтишник болсаңыз, дәл осы программалық жасақтама жазасыз. Кімге арнап? Аппараттық жасақтамаға арнап. Сіз Apple Watch-ға, яғни қолға тағатын сағатқа программа жазуыңыз мүмкін. Немесе қазір мынандай VR, AR очкилер шығып жатыр. Сол очкиге программа жазуыңыз мүмкін. Ақылды үй дейді, умный дом. IoT технология деп айтады оны IT-де. Сол ақылды үйге программа жазуыңыз мүмкін. Немесе телефонға, компьютерге, MacBook-қа, әртүрлі құрылғыға программа жазуыңыз мүмкін. Сол құрылғылардың өзін айтамыз біз аппараттың өзі деп. Айтишниктер оны железо деп айтады. Hardware деген, hard деген қатты дегенді білдіреді. Soft деген жұмсақ дегенді білдіреді ағылшыншадан аударғанда. Ал сіз жазатын программа жаңағы Apple Watch-қа арнадыңыз, планшетке арнадыңыз, компьютерге, кез келген бір нәрсеге арнадыңыз, ол бізде аталады программалық жасақтама, яғни software деп. Не үшін бұлай бөледі? Біз жалпы осы информатикада компьютер деген сөзді көп айтамыз. Компьютер дегенде ол қатып қалған, міндетті түрде мынандай үлкен компьютер туралы айтылмайды. Ол жерде Apple Watch та болуы мүмкін, планшет те болуы мүмкін. Жалпы есептеуіш машина деп айтамыз ғой. Солардың барлығын біз айтамыз компьютер деп. Кез келген әлемдегі құрылғы осылай екі түрге бөлінеді екен. Hardware және software. Программалық жасақтама, аппараттық жасақтама. Бұл ұбт-да келеді ма? Иә, бұл ұбт-да келеді. Ал енді біз бастайық. Аппараттық жасақтама, яғни hardware. Біз жаңа айттық, аппарат, ақпарат емес. Ал енді аппараттық жасақтама дегеннің өзіне, тағы да осы жерде бір нәрсені сіздерге айта кетейін. ұбт-да кейде жасақтама деген сөздің орнына жабдықтама деген сөзді де қолдануы мүмкін. Аппараттық жабдықтама деген сөзде келуі мүмкін. Сіз ең бастысы не айтылып жатқанын түсінсеңіз болды. Бұл жерде мен айтып жатқан ақпараттарды сөзбе сөз жаттап алу қажет емес. Компьютердің физикалық
құрылғыларының жиынтығы. Яғни, қолмен ұстауға болатын, көзбен көруге болатын техникалық бөлігін біз айтады екенбіз аппараттық жасақтама деп. Оның ішінде кіру мүмкін. Аналық тақша кіруі мүмкін, азушка деп айтады, процессор деп айтады, немесе блок питаниясы болуы мүмкін, видеокарта болуы мүмкін, HDD, SSD диск болуы мүмкін, немесе оның мониторы. Бұларды мен қолмен ұстай аламын ба? Қолмен ұстай аламын. Көзбен көріп физикалық дене ма? Я, физикалық дене. Осыны біз айтамыз аппараттық жасақтама. Бұлардың әрбіріне біз қазір жеке-жеке тоқталамыз. Компьютер, ағылшынша компьютер деген сөзден шығады, есептеуіш, есептегіш деген сөздерді білдіреді. Бұл жаңа айттық, екі бөліктен тұрады дедік. Программалық жасақтама және аппараттық жасақтама. Қайта-қайта айтып жатырмын. Аппарат, 2П. Программалық жасақтама, кейде жабдықтама деп те келеді. Біз келесі сабақта бұлардың 4 түріне тоқталамыз. Олар базалық программалық жасақтама, жүйелік программалық жасақтама. Мына ПЖ дегенді естеріңізде сақтап алыңыздар. Ертең программалық жасақтаманы ұбт-да программалық жасақтама деп жазып сұрамауы мүмкін. Тек қана ПЖ деп кетуі мүмкін. Қолданбалы ПЖ, аспаптық ПЖ. Бұлардың әрбіріне келесі сабақта біз жеке-жеке тоқталамыз. Бүгінгі сабағымызда біз сіздермен аппараттық жасақтама туралы айтып жатырмыз. Бұлардың өзі екіге бөлінеді екен. Біріншісі дербес компьютердің ішкі құрылғылары, екіншісі сыртқы құрылғылары, яғни hardware екі түрге бөлінеді. Ішкі және сыртқы деп. Компьютердің негізгі түрлері. Бұл да ұбт-да келетін сұрақ. Компьютер, дербес деген персональный компьютер. Оның клавиатурасы бөлек, мониторы бөлек, жүйелік блогы бөлек, мышкасы бөлек. Осыны біз айтамыз дербес компьютер деп. ұбт-да сұрақтар дәл осы дербес компьютер бойынша келеді. Неге? Себебі мектептегі оқулықтар, мектеп бағдарламасы дербес компьютердің негізінде жазылған, соларды мысал ретінде алған. Сондықтан біз осы дербес компьютерді ары қарай өз ішінде талдаймыз. Дербес компьютердің түрлеріне кіреді екен. Ноутбук кіреді, оны онсыз да білеміз. Моноблок кіреді, нетбук кіреді, ультрабук кіреді, планшетте кіреді. Егер сіз нетбук деген не, ультрабук деген не білмесеңіз, оны интернетке жазып көрсеңіз болады. Жұқалығына байланысты, көлеміне байланысты ноутбуктарды ары қарай тағы да өз ішінде бөледі. Ал енді дербес компьютердің өзі тағы да өз ішінде ары қарай бөлінеді екен. Ол үшке бөлінеді. Бұл ұбт-ның сұрағы. Дербес компьютердің 3 бөлігі бар, 3 блоктан тұрады. Ол қандай блоктар? Жүйелік блок, системный блок дейді оны орысшада. Білесіздер, я? Ол біздегі компьютеріміздің 4 бұрыш қорабының өзі. Пернетақта мен маус, тышқан, бұл өз алдына екінші түрі. Мынау бізде бірінші, және үшіншісі бұл бізде монитор. Бұндай үш түрге не үшін бөлген? Бұл жерде осылардың біреуі болмаса компьютерді мүлдем қолдана алмайсың деп категорияға бөледі. Мысалы айтайық, менің компьютерім өте күшті, жүйелік блогым, видеокартам керемет, ойынға арналған, клавиатурам игровой, мышкам игровой. Бірақ мониторым болмаса, мен оларды қолдана аламын ба? Жоқ. Яғни мына үшеуінің біреуі болмаса, қолдана алмайтын дегенді білдіреді. Ал кеттік, дербес компьютердің ішкі құрылғыларына тоқталайық енді. Дербес компьютердің ішкі құрылғылары. Компьютердің корпусында орналасқан, оның жұмысын қамтамасыз ететін негізгі техникалық аппараттық бөліктер жиынтығын айтады екенбіз. Ол міне мынаны айтып жатыр. Мынаның ішінде орналасатындарды ішкі бөліктері, ал сыртында тұратын болса, онда ол сыртқы. Болды, логикамызды қосатын болсақ, өте оңай. Ал кеттік, енді осыларға жеке-жеке тоқталайық. Оның ішінде не тұрады? Дербес компьютердің ішкі құрылғылары. Бірінші аналық тақшадан бастаймыз. Жалпы компьютер жинап көргендеріңіз болса, немесе бұрын жинап көрмегендеріңіз болса, басынан бастап мен сіздерге түсіндірейін. Мен компьютер жаңадан, басынан бастап өзім жинағым келсе, ең алдымен не таңдаймын деген сұрақ бар. Ең алдымен біз процессорды таңдаймыз. Процессор. Себебі бұл компьютердің миы деп аталады. Бұл ұбт-ның сұрағы. Компьютердің миы деп тұрады сұрақ. Нұсқаларда аналық тақша, процессор, жедел жады деген сияқты нұсқалар болады. Сол кезде біз процессор дегенді таңдауымыз керек. Біз бірінші процессорды таңдаймыз. Біздің шамамызға, экономикалық бюджетімізге, ақшамызға қарай бірінші процессорды таңдап аламыз. Сосын сол процессорды салуға болатын аналық тақшаны таңдаймыз.
Біз бірінші қазір аналық тақшадан бастай берейік. Аналық тақша деген материнская плата деп айтады, немесе системная плата деп айтады. Ремонт жасайтындар матплата деп атайды, оны матплата. Осылай қысқартып, енді өздерінше бір типа қысқартып, әдемілеп айтқан түрлері ғой енді. Аналық тақша барлық құрылғыларды біріктіріп, олардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін негізгі платаны айтамыз. Мынаның ішіндегі, мына жүйелік блоктың ішіндегі барлық құрылғы, міне мыналардың барлығы неге киіліп тұрады? Мына аналық тақшаға киіліп тұрады. Барлығын бір-біріне байланыстырып тұратын болғандықтан, бұны аналық тақша деп атап кеткен. Аналық тақша, мынау оның баласы, мынау оның баласы, мынау да оның баласы, бәрін бір-біріне бетіп құшағына жинап тұратын болғандықтан, оны аналық тақша деп атаған. ұбт-да қалай сұрақ келеді? Барлық құрылғыларды біріктіріп, олардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді деген сұрақ бар. Сол кезде біз аналық тақша дегенді белгілейміз. Ал енді процессор дегеніміз бұл компьютердің миы деген ұбт-да сұрақ болып келеді. Ақпаратты өңдейтін компьютердің миы, процессордың жылдамдығы немен өлшенеді деген бұл да ұбт-да келді. Мегагерцпен немесе гигагерцпен. Көп жағдайда гигагерцпен өлшенеді. Гигагерцпен ұбт-да осы сұрақ болып келеді. Өлшенетін оның ырғақтық жиілігімен анықталады. Жалпы жиілікке байланысты анықтайды екен. 1 мегагерц секундына 1 миллион ырғаққа тең, ал 1 гигагерц 1 миллиардқа тең болып саналады. Әлі біз көп бұлар туралы айтамыз. Сол кезде сіз жалпы процессордың жұмыс істеуін түсіне бастайсыз. Келесі, жедел жады атауларына назар аударатын болсақ, атауына қарай отырып, одан кейін логикамен бұл сұрақтарға жауап беруге болады. Жедел деген, бізде жедел деген қай жерде қолданады? Жедел жәрдем деп айтамыз, скорый помощь. Жылдам келетін, жылдам деген сөздің негізі ол синонимі. Жедел жады ағылшынша random деп айтады. Random access memory дейді. RAM деп айтады бұны. Орыстарда көбінесе жалпы айтишниктер бізде СНГ-да оны азу деп айтады. Азушкаң қандай? Азушкаң неше гигабайт? Қандай азушка тұр деген сияқты азу деп қолданады. Жалпы оны ағылшынша RAM дейді. Компьютерлік есептеулерге арналған мәліметтерді уақытша сақтайтын құрылғы. Дәл осы сөзбен ұбт-да сұрақ болып келеді. Жедел жады жылдам жұмыс істейді. Оның жұмыс істеу принципінде сіздерге түсіндірейін. Ол былай. Жалпы бүкіл жұмыстың бәрін компьютерде не істейді дедік? Мынау процессор істейді. Бүкіл. Қазір мен мысалы осы видео сабақты түсіріп жатырмын. Камерадағы жазғаным, планшет арқылы жазғаным, компьютердің экранында болып жатқан бүкіл оқиғалар, солардың барлығын видео етіп сақтап жатқан мынау процессорым, менің компьютерімдегі бүкіл жұмысты істеп жатқан осы. Бұның жылдамдығы өте жоғары. Менің видеомды алып компьютерге түсінікті тілде 01000001010001000101 деп өзіне сақтап алып жатыр. Сол процесті кім орындап жатыр? Мына процессор орындап жатыр. Сол үшін де бұның аты процессор деп аталған. Бұның жылдамдығы өте жоғары. Енді бұл видеолар қай жерге барып сақталады? Оны білесіздер, мынандай қатқыл дискке. HDD болуы мүмкін, SSD болуы мүмкін. Жалпы менің компьютерімнің жадына барып сақталады. Мына сақтайтын жадының жылдамдығымен процессордың жылдамдығы мүлдем бір-бірінен алшақ. Процессор одан миллиард есе жылдам жұмыс істейді, ал мынау қатқыл дискіміз өте баяу жұмыс істейді процессормен салыстырғанда. Енді екеуінің жылдамдығы екі түрлі болғаннан кейін, оны былай елестетіңіздер. Бізде мынандай шестеренка сияқты бір-бірінің айналып жатыр деп ойлаңыздар. Мына жақтағы миллиард есе былай жылдам айналып жатыр, мынау өте баяу айналып жатыр. Бір-біріне тиіп кететін болса, сынып кетуі мүмкін. Сондықтан осы екеуінің арасындағы жылдамдықты реттеу үшін мына жедел жады қолданылады. Жедел жадының жұмыс істеу принципінде сіздерге түсіндіріп бердім деп ойлаймын. Сізге бұны ешкім түсіндіріп бере алмайды. Мен енді IT саласында жүргендіктен, компьютерге өте қатты қызығып, өзім компьютер жинағанды жақсы көргендіктен, жұмыс істеу принципі қалай екеніне дейін сіздерге түсіндіріп бере аламын. Жедел жады сонда қатқыл дискпен, мына HDD, SSD мен процессордың арасын байланыстырып тұрушы, яғни екеуінің арасында аудармашы, переводчик қой былайша айтқан кезде. Бұл не істейді? Бұл алады. Мен мысалы осы мына түсіріп жатқан сабақтарымды өңдейтін болсам, монтаж жасайтын болсам, онда ол мына жерден сақталып тұр ғой қазір видеоларым.
осы жерден тікелей процессорге былай мына жаққа лақтырып жібермейді. Бірінші оны алып келіп мынаған лақтырады. Сосын ол мынау азуым менің RAM алып келіп кімге береді? Процессорге береді. Процессор оларды кесіп, өңдеп, пішіп 010100 деген тілге айналдырып болғаннан кейін қайтадан оны алып келіп азуға береді. Азу сосын оны алып келіп қайтадан кімге береді? Мына жерге әкеліп сақтап қояды. Енді бұны не үшін жедел жады деп айтады? Бұл азу деген мынау азуымыз материалдарды өзіне сақтап алмайды. Ол уақытша мына процессор жұмыс істеген кезінде ғана көмекші ретінде келеді. Ал қалған уақытта материалды өзіне сақтап алмайды. Енді былай ойлаңыз, мен компьютермен монтаж жасап отырмын. Свет бірден өшіп қалды. Менің жұмысым сақталмай қалды. Процессордың ішінде ол жұмыс болып жатты. Бірақ свет өшіп қалғаннан кейін олар сақталған жоқ. Мынау жад оларды өзіне сақтамайды. Бұл уақытша жедел қысқа уақытқа сол процесс кезінде ғана сақтайды. Толық монтаж аяқталғаннан кейін мынаған береді. Сонда ертең ұбт-да дәл осы сұрақ болып келеді. Мәліметтерді уақытша сақтауға арналған құрылғы деп. Міне сол кезде біз осы RAM-ды, азуды белгілейміз. Ал енді мына қатқыл дискте сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Қатқыл диск деген біздің жалпы компьютердің жады. Біз мына телефон алған кезімізде, ой, оның телефоны 256 гигабайт екен, 500 гигабайт екен, 1 терабайттық телефон алыпты деп айтып жатамыз ғой. Сол кездегі мынау ішіндегі тұрған жады осы SSD болуы мүмкін, немесе HDD болуы мүмкін компьютерде. Сыйымдылығы үлкен есте сақтау құрылғысы. Бұның мына құрылғының, мына есте сақтау құрылғысының мына азудан, RAM-нан айырмашылығы неде? RAM бұл уақытша сақтайды, ал мынау қатқыл дисктеріміз біздің компьютеріміз өшіп қалса да, бүкіл тоқтарын сосын суырып тастасам да, мен алып жүйелік блогымды басқа бір қалаға автобус арқылы, пойыз арқылы салып жіберсем де, ол өшіп кетпей, ұзақ уақытқа сақтауға арналған құрылғы болып саналады. Келесі, бейнекарта. Бейнекарта деген видеокарта. Бұл не істейді? Бұны да сіздерге түсіндірейін. Бұл да өте маңызды. Жалпы компьютердің жұмыс істеу принципін сіздер өте жақсы түсінуіңіз керек. Жалпы мен жаңа айттым, бүкіл жұмыстың бәрін кім істейді дедім? Компьютердің миы процессор жасайды дедім. Сол процессорге видеоларды өңдеу үшін көмекке келетін тағы бір графикалық карта, оны бейне карта деп айтады. Мысалы, мен ойын ойнайтын болсам, ол жерде видео ойын ойнайтын болсам, процессорым бүкіл жұмысты жасауға қиналуы мүмкін. Сол кезде видео материалдарды 010100-ге айналдыруға көмектесу үшін осы видео карта қолданылады екен. Негізі видео карта болмаса да процессор арқылы жұмыстарды істей беруге болады. Бұл видео карта процессорге видео материалдарды, именно видео материалдарды өңдеуге көмек үшін келеді. Сондықтан да видео картаң керемет болса, видео ойындарды қатып қалмай керемет ойнай аласың. Графикалық ақпаратты өңдейтін және мониторға шығаратын құрылғы. Дыбыстық карта, әрқайсының өзі атайды тұр, көрген шығарсыздар, видео карта видеоларды өңдеуге көмектесетін болса, ал дыбыстық карта ол музыканы, дауысты сақтап өңдеуге көмектеседі. Негізінде көп материнский плата, жаңағы аналық тақша деп айттық қой, компьютердің өзінде мынандай наушник тығатын, мынандай переходниктер негізінде болады. Көп компьютер қазір мынандайды алмайды. Бұны сатып алып қолданатындар профессионалды түрде, вокалмен айналысатындар, музыка жазатындар, жалпы музыканы өңдейтіндер, жалпы сол дыбыспен көбірек жұмыс жасайтындар арнайы бөлек осындай дыбыстық карта орнатады. Ал былайша да негізі материнский платада, аналық тақшада орналасқан осы дыбыстық картаның өзімен пайдалана беруге болады. Өз атайды тұр, дыбыстық сигнал енгізуге әрі дыбысты шығаруға арналған құрылғы дейді. Келесі, желілік адаптер. Желілік адаптер. Мына жерге келдік. Желілік адаптер деген интернетке арналған адаптер. Компьютерді интернет желісіне қосуға мүмкіндік береді. Егер сіз аналық тақшаның, біз жаңа айтып жатырмыз, мынаны түсіндіңіздер ғой, аналық тақша дегеніміз, мынау ең алғашқы бүкіл мәліметтерді өзіне енгізіп тұратын платаны біз аналық тақша деген едік. Осыны айтып жатырмыз. Аналық тақшаның өзін қымбатқа сатып алсаңыз, сол жерде желілік адаптерде автоматты түрде заводской орнатылып келеді. Бөлек қосымша сатып алып, мынау арқылы аналық тақшаға қосудың ешқандай қажеті жоқ. Қазіргі таңда көп аналық тақшада автомат түрде өзі болады. Бірақ осындай нәрсенің бар екенін де біле жүріңіздер. ұбт-да бұл да сұрақ болып келеді. Келесі кулер. Кулердің қызметі қандай? Процессорды қызып кетуден сақтайтын желдеткіш. Жаңа біз айттық, мына процессорымыз біздің
бүкіл жұмысты істейді. Мына процессор қай жерге киіледі? Өзі кішкентай ғана болып келеді ол. Менің қолымда сіздерге көрсетуге арналған процессорым бар. Мен өзімнің компьютерімдегі процессорды ауыстырған едім. Міне, сіріңкенің қорабы сияқты өте кішкентай ғана болады. Бұл келіп қай жерге киіледі? Міне мына жерге келіп, мына кішкентай жерге келіп киіледі. Мына жерге келіп киіледі. Бүкіл жұмысты осы процессор істегендіктен ол көп қызып кетеді. Өйткені өте көп операцияны өңдеп жатады. Сол кезде оның үстіне, былай мынаның үстіне тигізіп, дәл осы кулерді кигізіп қояды. Тигізіп деген әдемі кетті, иә? Кулер процессорды қызып кетуден сақтайтын желдеткіш радиатор. Қуат көзін енді білеміз, иә? Блок питания. Бүкіл осы құрылғылардың барлығын тоқпен қамтамасыз ететін құрылғы. Қуат көзі, блок питания компьютердің барлық құрылғыларын өзіне қажетті тұрақты тоқпен қамтамасыз етуші. Дәл осылар ұбт-да сұрақ болып, осы жердегі сөзбен келеді. Бұларды жаттап алуымыз қажет. Дербес компьютердің енді сыртқы құрылғылары. Біз ішкі құрылғыларды өттік, енді сыртқы құрылғылары. Енгізу құрылғылары, шығару құрылғылары, сақтау құрылғылары, ақпаратты алмасу құрылғылары деп бұлар бөлінеді. Енгізу деген, бұл жерде айтишникпіз ғой біз. Информатика таңдап жатырмыз, логикамыз істейді. Ертең мұғалім болатын болсаңыз да, сізге логика өте мықты керек. Бұл жерде сөздерге мән беретін болсақ, еш қиындықсыз түсініп аламыз. Енгізу деген, компьютерге кіргізу деген сөз. Пернетақта арқылы әріптерді кіргіземіз, сканер арқылы материалдарды сканерлеп енгізуге болады. Микрофон арқылы мен қазір міне даусымды кіргізіп жатырмын. Веб-камерам арқылы видеомды кіргізіп жатырмын. Манипулятор деген ойын ойнаған кезімізде әртүрлі роль, басқа нәрселер болуы мүмкін. Олар арқылы да әртүрлі нәрселерді кіргізуге болады. Осыларды біз айтады екенбіз. Дербес компьютердің сыртқы құрылғылары. Сырт деген онсыз да түсінікті шығар, жүйелік блоктың сыртында тұратындар. Құрылғылар. Шығару құрылғылары, монитор, принтер. Монитор деген қазір маған бүкіл материалды былай көзіме шығарып беріп көрсетіп тұр. Принтер қағазға шығарып береді. Плоттер деген үлкен принтерді айтады. Динамиктер дыбысты шығарып береді маған. Құлаққапта сол наушникті айтып жатыр, ол да дыбысты шығаруға арналған құрылғы. Сондықтан оларды шығару құрылғылары дейді. Бұлардың барлығы ұбт-да келеді. Сақтау құрылғылары, флеш-жад құрылғылары. Сақтау құрылғыларының барлығы флеш-жад. Ол SSD болуы мүмкін, HDD болуы мүмкін. Кәдімгі біз күнделікті көріп жүрген флешкалар. Мынандай кішкентай флешкаларда оны білесіздер. Ақпарат алмасу құрылғылары. Ақпарат алмасу деген модем арқылы біз интернетке кіріп, бір-бірімізге видео, әртүрлі материалдарды жібере аламыз. Бағдарлауыш маршрутизатор арқылы бұл да мынандай интернетке әртүрлі мәліметтерді бөлісуге арналған құрылғы болып саналады. Бұларға жеке тоқталамыз ба? Иә, бұларға жеке тоқталамыз. Қорытындылай келе, аппараттық жасақтама хардвер, компьютердің физикалық құрылғыларының жиынтығы, яғни қолмен ұстап, көзбен көруге болатын техникалық бөлігі. Мен жаңағы айтқандарымның барлығын мына жерге жинап қойдым. Бұларды өзіңізге сақтап алып, жазып алып, есте сақтауға арналған. Және сабақ соңында сіздерге бір нәрсе айтайын, IT маманы болу тек компьютерде отыру емес, әлемді жаңа қырынан көру және оны жақсартуға үлес қосу. Айтишник болсаңыз, бүкіл әлемді өзгерте аласыз. Келесі сабақта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.